Сәлем қыздар, қазір мен сүйек сорпасын дайындайын деп жатырмын. Костный бульон. Бұл әлемдегі ең пайдалы сорпа деп айтуға болады. Қазіргі таңда барлық дәрігерлер, нутрициологтар күнделікті осындай сүйек сорпасын ішуге кеңес береді. Сондай дәрумендерге, әсіресе коллагенге өте бай, ас қорыту жүйесінде жақсартады. Жалпы пайдасы өте көп. Бұл сорпаны дұрыс дайындаудың өзінің әдісі бар. Мына жерде бізде осындай трубчатые кости деп айтайық. Ортасында жілік майы бар сүйектер қажет. Негізі кез келген ет сататын дүкенде, базарда сүйектерді сатады. Және де бұл аса қымбат емес. Мына 3 үлкен сүйек маған 900 теңгеге шықты. Осындай жілік майы бар сүйекті қолдану керек. Осылар ең пайдалы сүйек болып есептеледі. Қазір мен мына сүйектерді жақсылап жуып, таза суға қайнатамын. Сүйектерді салдым, және де осы сүйектерден 1-2 сантиметр асып тұратындай етіп су құйдым. Менде мына жерде 2 килограмм сүйек, және де 4 литр су. Көбігін алып жатырмын. Минуттай қатты отта қайнатып, қолдан келгенше барлық көбігін алуға тырыстым. Енді ең баяу отта осы қазанымыздың қақпағын жаппай, кем дегенде 12 сағат отта ұстаймыз. Негізі ең көп дегенде 48 сағатқа дейін отта ұстауға болады. Тұз қосамыз. Әзірше 2 шай қасық тұз қостым. Өйткені біздің суымыз азаятын болады. Қараңыздар, сүйек сорпасы осылай қайнап жатыр. Менде орташа конфоркада ең баяу отта тұр. Сүйек сорпасына міндетті түрде қосу керек ингредиент ол осындай табиғи алма сірке суы 6%. 2 ас қасық қосып жібереміз. Қайнау барысында қосуға болады, немесе қайнамай тұрған кезде де қосып жіберуге болады. Мына жерде 2 ас қасық сірке суы. Алма сірке суын міндетті түрде қосамыз. Өйткені дәл осы алма сірке суы біздің сүйектерімізден барлық коллагеннің, амин қышқылдарының, барлық дәрумендердің шығуына септігін тигізеді. Біздің сорпамыз шамамен 15 сағаттай өте баяу отта қайнады. Енді жалпы отты өшіруге 1 сағат қалған кезде кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді, жасыл шөптерді, көкөністерді қоссаңыз болады. Мен осындай бір сәбіз қосамын бүтіндей. Пияз қосамын. Пиязды бүтіндей қоссаңыз болады. Менде осындай қолданылмай тұрған пияздар бар екен, соларды қосып жіберемін. 1 дана лавр жапырағын және де жарты шай қасықтай қара дөңгелек бұрыштарды қосуды жөн көрдім. Бұл сорпаға сельдерей қосса сондай ароматный, одан сайын дәмді, пайдалы бола түседі. Менде осындай қатырылған түрі бар, содан қосып жіберемін. Әрине балғынын қоссаңыз одан да жақсы. Және де мұздатқышта осындай қолданылмай қалған жасыл шөптер бар. Мына жерде петрушка, ақ желкен, соны да қосып жіберемін. Енді бір бұрқ етіп қайнатып аламыз. Содан кейін қайтадан өте баяу отқа қойып 1 сағаттай отта ұстаймыз. Біздің көкөністеріміз, осындай ас көктеріміз өзінің витаминдерімен, өздерінің иісімен, дәмімен сорпамызды байыта түседі. Сүйек сорпасы толықтай дайын болды. Шамамен 16 сағаттай қайнаттым. Енді мына сүйегін, көкөністерін алып тастап, сорпамызды сүзгіден өткіземіз. Біз бастапқыда 4 литр су құйған болатынбыз. Шамамен 2 литрдей сорпа шықты. Қараңыздар. Сүзгіден өткізіп алдым. Бұл сорпа майлы. Салқындатқан соң бұл сорпаның консистенциясы іркілдек, яғни холодец сияқты желеобразный болады. Өйткені бұл сорпа коллагенге, глицинге, амин қышқылдарына, тағы да басқа дәрумендерге бай. Бұл сорпаның пайдасын көп уақыт айтуға болады. Бастысы асқазанның жұмысын жақсартады. Тырнақ пен теріні қатайтады, теріні ылғалдандырады, және тағы да басқа
өте пайдасы көп. Және де оны осылай таза күйінде ішуге болады. Негізі барлық нутрициологтар ауыз ашар кезінде ең алдымен осы сүйек сорпасын ішуге кеңес береді. Яғни су және де құрмадан кейін тағам ретінде ең алдымен осы сорпаны ішуге кеңес береді. Немесе басқа тағамдарды пісірген кезде осы сорпаны судың орнына қолдансаңыз болады. Мысалға гречка немесе күріш сияқты жармаларды пісірген кезде судың орнына осы сорпаны қолдансаңыз, бір жағынан дәмі керемет бола түседі және де осындай пайдалы бола түседі. 15 сағат қайнаған сүйектеріміздің бейнесі осындай. Қараңыздар, мына жілік майын тастамай міндетті түрде нанға жағып жеп алыңыздар. Біздің сүйек сорпамыз тоңазытқышта салқындады. Қазір консистенциясын көрсеткім келіп тұр. Майы бетіне жиналған, қаласаңыз майын алып тастасаңыз болады. Бұл майға кейін басқа тамақтарды пісірсеңіз болады. Қараңыздар, бетіндегісі майы. Мен қазір бетіндегі майын аламын. Қараңыздар. Неге осындай бір кесе май шықты, оған мен басқа тамақтарды пісіретін боламын. Енді мына сорпаның консистенциясын қараңыздар. Қазір кішкене бөлігін алып, сіздерге жылытып көрсетемін. Тура міне желе. Қараңыздар. Тұнып тұрған сондай коллаген. Енді мен бұның пайдасын сізбен айтып сізге жеткізе алмаймын. Сондықтан желіден тапқан мәліметтерімді де пост ретінде салып кететін боламын. Яғни осындай ғылыми тілде жазылған дәлелді ақпаратты саламын. 5 күн бойы тоңазытқышта сақтауға болады, немесе 3 ай бойы мұздатқышта сақтауға болады. 5 күнде бітіре алмаймыз деп ойласаңыздар, онда мұздатқышқа қатырып қойыңыздар. Сорпамды жылытып алдым. Енді үстіне осындай сұйық құрттан қосамын. Шығыс Қазақстанда осындай сұйық құрттарды жасайды, бізге ауылдан беріп жібереді. Және де үстіне осындай аз ғана ақ желіккен петрушка қосамын. Нутрициологтар осылай ішуге кеңес береді. Кәдімгі құртты езіп қоссаңыз да болады. Осындай керемет дәмді, пайдалы алтын сорпа шықты.